Сәлем достар, бүгін мен сіздермен краб таяқшалары мен қиярдан жасалатын, бір-бірімен жақсы үйлесетін өте дәмді, жеңіл, тез дайындалатын салаттың рецептісімен бөліскім келеді. Ол үшін бізге ірімшік қажет болады. Оны осылай жіңішке бөліктерге бөліп, одан соң оның енінен осылай жіңішке етіп кесіп турап аламыз. Турап болған соң осылай ыдысымызға салып аламыз. Одан соң краб таяқшаларын дәл солай ұзынша әрі жіңішке етіп тураймыз. Бізге 240 граммдай краб таяқшалары қажет болады. Оны да турап болған соң ірімшіктің үстіне саламыз. Келесі бір дана қиярымызды тураймыз. Оны да дәл видеодағыдай жіңішке әрі ұзынша етіп турап аламыз. Одан соң ары қарай осылай жіңішке етіп тағы да тураймыз. Міне қиярымызды да дәл сол әдіспен турап алдық. Оны краб таяқшалардың үстіне саламыз. Келесі бізде 2 дана суда піскен жұмыртқа. Жұмыртқаны да дәл сол әдіспен тураймыз. Жұмыртқаны да турап болған соң ыдысымызға саламыз. Және оның үстіне жарты банка консервіленген жүгерімізді саламыз. Міне қоспаларын салып болдық. Енді майонезді үстіне құямыз. Және дәміне қарай тұзын саламыз. Енді жақсылап араластырамыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Өте дәмді әрі тез дайындалатын жеңіл салаттың түрі. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге видео ұнаған болса, менің видеома лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.